Кайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Қыстың қамын жаз ойла демекші, міне банка жауды да бастап кеттік. Мен бүгін сіздермен қыста да жазда да рахаттанып жей беретін банкының түрі аджиганның рецептімен бөлісемін. Салатымызды бастамас бұрын YouTube каналыма тіркеліп, қазақша YouTube каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Бізге керекті заттар: пияз, помидор, тәтті бұрыш, және перец, чеснок, қалауларыңызға қарай укроп, кинза қоссаңыздар болады, приправа. Бұл жерде ең алдымен пиязды көбіктеп тураймыз. Пиязды ғана тураймыз, қалған заттардың барлығын мясорубкадан, яғни ет тартқыштан өткіземіз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін дайындап қойған тәтті бұрышымызды саламыз. 5 минуттай астын қозғап тұрамыз. Одан кейін помидорымызды саламыз. Қанша грамм екенін видеоның астына жаза кетемін. Помидорымызды аджигамыз құрғақ болып қалмау үшін саламыз. Сонда сочный, әдемі, дәмді болып шығады. Артынша ащы бұрыш, чеснокты да, тұзды да саламыз. Жақсылап араластырып, қайнағаннан кейін астын жай қойып 30 минутқа қалдырамыз. Негізі аджига көп қайнамайды, жарты сағат қайнаса жеткілікті. Менде видеода істеген салатта 24 литр шықты. Егер сіздер аз етіп жасағыларыңыз келсе, соларды азайтып, есептеп жасасаңыздар болады. Мен укроп, кинза қосқанды жақсы көрем. Ол әдемі вид беріп тұрады, әрі дәміне де үлесін қосады. Оны дайын болардан 10 минут алдын қоссаңыздар болады. Ал достар, сәттілік тілеймін. Алда әртүрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.